Сәлем достар, карантин бітті, далаға шықтық. Ең біріншіден енді супермаркетке барып, азық-түлік аламыз. Тұратын жеріміз осындай, шамамен даунтаунның ар жақ бер жағы, жақсы жерлері көп. Осындай әдемі, адам көп жүретін жерлер, бірақ кемшіліктер де бар. Мен ұнататын супермаркеттер, үлкен дүкендер аз, өйткені олардың көбісі қаланың сыртында орналасқан. Бірақ бүгін бір жақын жерде орналасқан бір дүкен бар, No Frills деген осындағы жергілікті брендтердің бірі. Соны барып, бірден азық-түлік алып, шолу жасаймыз сіздерге. Міне кеп қалдық. Осындай дүкен, No Frills. Қазір ішіне бар, шолу жасаймын. Қаланың ішінде орналасқаннан соң, бұл дүкендердің үлкенінде емес, кішкентай болып саналады. Осы жердегі дүкендерге қарағанда, басқа дүкендерге қарағанда. Бағалары біріншіден өте арзан болып көрінеді, бірақ бұл бірде $27 Libra Pound дейді. LB деген Libra фунтына шамамен жарты келідей солған баға. Ең біріншіден байқалатыны көкөністер мен жеміс-жидектердің көптілігі. Көз жүгірткен жерде толып тұр. Әсіресе шөптер, жасыл салат, брокколи, анау-мынау дегендерден толып тұр. Алманың отаны Алматы емес, осы Торонто сияқты толып тұр фрукты. Жалпы бізде арзан деп үйреніп қалған нәрселер, бұл жақта арзан деп айта алмаймын. Бағалары біздікіне қарағанда әрине өте үлкен, және де осындағы басқа жеміс-жидектермен салыстырғанда шамалас болып. Солармен шамалас болып келеді. Сондықтан да былтырғы жақындағы осы біздегі Қазақстанда сәбіздің қымбаттағанына қарай бізде де осы тренд болады деп ойлаймын. Шамамен осындай картоп, пияз деген үйреншікті күнделікті көкөністер қымбаттайтын сияқты. Диқандардың құлағына алтын сырға. Нансыз өмір сүре алмайтын, тамақ жей алмайтын адамдарға бұл жерде кішкене қиындау болады. Нанның бағасы бізге қарағанда әлде қайда қымбатырақ. $3, $2.45, $2.50, $700 шамасы. Бұл енді біз үйреніп қалған нандарға ұқсайтын нандар. Ал егерде арзандау нан болса, мынандай $2 нандар. Ең арзаны осындай $2 шамамен бірде 77 деген бағалар бар. Бірақ олар кішкене өзгеше біздің нанға қарағанда. Жұмсақ болып келеді, көлем үлкен, бірақ салмағы жоқ нандар. Сармайдың түрлері енді аздау екен. Біз үйреніп қалған табиғи, таза сүттен жасалған майлар аздау. Бізде де енді пальма майы қосылған, сондай сүттер, өсімдік майлар қосылған сары майлар көбейіп кетті ғой соңғы кезде. Бұл жерде көбінесе сондай екен. Бір-екі ғана түрі бар, таза сүттен жасалған, кілегейден жасалған майлар екен. Бірақ енді ірімшікке келгенде түрі көп. Бұл жерде ірімшіктің түрі де бар,
kesilgeni var, maydanылғаны бар. Қалағанын таңдайсың. Жалпы ақш-та да, Канадада да бір нәрсе, осы orange juice, апельсин шырыны десе, ішкен асын жерге қоятын осылар. Біздікіне қарағанда бағалары жоғарырақ, бірақ бұл концентраттан жасалған емес, бұл таза шырыннан сығылған, салқындатылған шырындар. Таза жеміс-жидектен тікелей шырын жасап, концентрат жасамай құйған. Біз кішкене ыңғайсыз уақытта келдік қой деймін. Адам көбейіп кетіп, видео түсіру ыңғайсыз болып кетті. Сондықтан кешірім сұраймын. Видеоны осымен аяқтаймыз. Келесі жолға не қызықты, соның бәрін жазыңыздар, сұраңыздар. Бәрін түсіруге тырысамыз. Көріскенше сау болыңдар.